абай 175 жылдан тойлап жатқандығымыздан осы апталығымызды абай атамызға арнадық. Абай атамыздың шоқтығы биік шығармаларының бастысы деп айтуға болады. Ол табиғат лирикасына арналған. Кәне оқушыларымыздың табиғат лирикасына арналған шығармаларынан тамашаласаңыздар. Бұл сөз қаптайласқан, құлған жерді басқан. Білмеймін, қойғаныма қонғаныма, ойнаған бие қашқан пайдасқан. Жазу ішінде болғанда, көкорай шалқын бәйшешек, ұзары өсіп толғанда, күркілеп жатқан өзенге ауыл көшіп қойғанда. Жоғары төмен үйе қыз, ұшып тұрса сымпыл. Жүргізер келесі блогымызда Абай қазақтың уақытында келетін болса, Абайды оқу, адамгершілікпен сұлулықты, Абайдың шындықтың несі, енді Абай тануына кітаптар көрмесі, осы Абайдың кітаптары, Абайға арналған кітаптар, Абай томдары және мынау оқушыларымыз табиғат лирикасынан суреттер салып жатыр. Тамашаласаңыздар болады. Салып алып келді. Сурет үйірмесіне қатысатын оқушыларымыз табиғат лирикасынан сурет салып жатыр. Келесі біздің Абай ауылына қарай жүрсеңіздер. Абай әлеміне, Абай ауылына жүріңіздер. Абай ауылы, даналықтың, даралықтың ауылы. Абай әлемі ол исі қазақтың әлемі деп айтуға болады. Қош келдіңіздер. Oynayıp be. Olay var gene. Aynen şuraya kayda. Жастығы қайда? Мана өйтіп қабаттап телевидение. Бұйыртса немереге жеткіз.
Öyle olmaz. Beri var oynayayım sen. Yemeğin ayağım zülümiyetim. Dedim Ayak ismi o da be. Kazır degen. O ayak dedi. Zülü. aytadım o ya. Hastayım baylar. Böyle balık orada. Endi o'zlaring qo'shilsanglar. Бүгінгі мектебімізде басталғалы жатқан апталық сәтті өтсін. Ұлы Абайдың 175 жылдығы құтты болсын. Мына бүгінгі Абайдың ұрпақтары, бүгінгі мына біздің қыздарымыз сол Абайдың шөберелеріндей көріс болды. Бәрілеріңізге осы ұлы Абайдың жолын берсін. Ұлағатты Абайдың мектебіміз абыройлы, елге танымал ұжым болсын.